Бір жас жігіт үйленгелі бері үйінде бірге тұрып келе жатқан әкесі үшін әйелімен ылғи да қырық пышақ болып сөзге келіп қалатын. Арадағы ұрыс-керіске әйелінің қайын-атасына тыжырана қарап, үйге артық адам керек емес деп жақтырмай қарайтын шайпау мінезі себеп болатын. Кейде сондай бір ұрыстардың адам айтса нанғысыз бас бермей кететін кездері де жиі орын алатын. Ондайда жанжалды ушықтырып, жан алқымнан алатын әйелі үйді басына көтере, не бұл үйден мен кетем, не әкең кетсін деп долылыққа басатын. Әйелімен ажырасуға дәті барар емес. Үйде бірге тұрып жатқан әкесі үшін лап ете қап өршіп ала жөнелетін ұрыс-керістер болмаса, былайғы өмірі тып-тыныш тұғын. Осы әйелге кезінде қолы әрең жеткен еді. Үйдегілерді қалай әрең көндіріп еді десейші. Әйеліне өлердей ғашық болғаны соншалық әлі де қатты жақсы көретін. Енді міне шақшадай басы шарадай болып, не істерін білмей дал болып отырған оның есіне бұл тығырықтан алып шығар бір ғана жол түсті. Ол кезінде аң аулауға керек болар деп тұрғызған таудағы күркесымақ ағаш үйге әкесін апарып орналастырсам деген ой еді. Аптасына бір рет соғып тамағын апарып беріп, керектісін жеткізіп тұрса, күнде құлақ етін жемей, үйде әйелі де тыныш табар деген үміт еді. Әкесіне керекті бар заттарды дайындағаннан кейін, төсекке таңылған әкесін көтеріп әкеп, жеңіл көлікке отырғызды. Баласы да барам деп етегіне жармаса кеткендіктен, оны да машинаға отырғызып, жолға бірге ала шықты. Қақаған қыс айы, далада үскірік аяз бет қаратар емес. Қарсы алдарында құйындатып борай соққан қардың жолды әрең-әрең көріп келе жатты. Қасында отырған кішкене баласы әкесінен қайда бара жатқандықтарын мазалап қанша сұраса да еш жауап ала алмады. Ал өзін қайда бара жатқандығын бірден ұққан көкірегі ояу қарт іштей егіле жылап, көзінен сорғалай аққан жасын жеңімен сүрткен күйі немересі мен баласына білдірмеуге тырысты. Бірнеше сағат жол жүріп таудағы үйге де келіп жетті-ау. Бұл жерге ат басын бұрмағалы да біраз уақыт болыпты. Үйсымақ ағаш күркенің әбден тозғаны соншалық төбесінен су ағып, еденге тастаған тақтайлардың кейбір тұстары шірей бастапты. Күркенің бір бұрышын тазалап болғаннан кейін, машинадағы төсекті әкеліп сол бұрышқа жайлап орналастырды. Артынша басқа да заттарды өз орындарына реттестіріп қойғаннан кейін, ең соңынан әкесін түсіріп әкеп әлгі төсекке жатқызды. Ал үй деп әкелген күркесі үйден гөрі далаға көбірек ұқсайды. Едені сыз, суық күркеде әкесі төсекке басы тимей жатып-ақ, тісі тісіне тимей сақылдап жаурай бастады. Денесі қалшылдап тоңа бастаған әкесіне қарап тұрып, ертең жылырақ көрпе жастықтар әкеліп берермін деп ойлады. Бірақ өзегін өртеген қалың оймен еңсесін зіл ғып басқан мұңнан бір түрлі арыла алмады. Ол осылайша өзін кінәлі сезініп тұрғанда, әкесінің ішкі жан дүниесінде аласапыран дауыл тұрып, көңілі астан-кестен күйде еді. Қаншама жыл барын аузына тосып, аялап баққан баласы қартайып, әл-ауқатынан айырылып, мынандай қауқарсыз күйге түскен шағында қадір-құрмет көрсетудің орнына өзін тірідей көміп, қыстың көзі қырауда ессіз далаға тастап кетіп бара жатқан жоқ па? Бұл не, ит құсқа жем болсын дегені ме? Жоқ әлде аязда аштан қатып өлсін дегені ме? Бұдан өткен бақытсыздық, бұдан асқан масқаралық болар ма? Осындай қорқынышты әрі сұрықсыз ойлар жетегінде іштей қатты мүжілген қарт, онысын сыртқа сездірмеуге тырысып бақты. Болған жайттан еш нәрсе ұқпаған тек қарттың немересі ғана. Кіп-кішкентай бала жүрегі әйтеуір атасынан айырылып бара жатқанды ғана сезіп, көңілін қорқыныш биледі. Қайтатын уақыт та таяды.
қоштасарда әкесінің төсегіне еңкейіп, оны құшақтаған бойда өксігін баса алмай көп жылады. Мені кешірші дегендей бетінен, көзінен, қолдарынан қимай-қимай көп сүйді. Екеуі де көз жастарына ие бола алмай, әкелі балалы құшақтасқан күйі күңірене іштей егілді. Осыған мәжбүр болдым, әке, қайтейін дегендей, ұлы артқа қайта-қайта көз тастап, кішкене баласының қолынан дедектете жетектеген күйі күркеден алыстай берді. Көлікке келіп отырды. Қайтар жолға бет алғаннан-ақ қасына ерте келген кішкене баласы, атамды суық жерге неге тастап кеттің деп кеп жыласын. Баласына не деп жауарын білмеген әке байғұстың басы қатып састы. Шешеңе осылай болуын қалады деп айта алмады. Баласы бір уақытта жұлып алғандай, сен қартайғанда мен де сені осында әкелем бе дегенде, төбесінен біреу мұздай су құйып жібергендей қалш-қалш еткен күйі тұрды да қалды. Бірден көлігін кері қайта бұрды. Күркеге жете бере, әке, мені кеш деп, әке құшағына қарай далақтап жүгіріп, тамағына тығылған ащы өксікке ие бола алмады. Мойнынан тас қып құшақтады. Кемсеңдеген әке, мені кешірім тілеген ұлдың құшақтары көпке дейін айырылмады. Өз қателігін енді ұққан баласы, жаза бастым, жаңылдым, әке, мені кеш деп аяғына бас ұрып кешірім сұрағанда, әкесі оған еш күтпеген мағыналы жауап қайтарды. Сенің қайтып келетініңді білгенмін, балам. Сен мені тауға әкеп тастап кететіндей, мен өз әкемді қартайған шағында тауға апарып тастаған жоқпын ғой. Мені тауға алуын алып келсең де, дәтің шыдап тастап кетпейтініңді, қайта оралатыныңды білгенмін, балам, деген еді қарт сонда.